Сары май кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден қорқа алады? Сары майдың пайдасы қандай? Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысал айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерін ішінен майлап жөтел емделуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Сүтті майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға келе алады. Бұл ақыл мен ой-өріске зиянын тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Сары майдан түрлі десерттер, тамақ немесе кондитерлік өнімдер жасау үшін көптеген адамдар пайдаланады. Олар таңертең таңғы ас кезінде ішуге болатын және ағзаға пайдалы қоректік заттармен қамтамасыз етілетін диетадағы қарапайым тағам. Сары майдың құрамында майдың көп екендігі және оның шығу тегі жануар екендігі белгілі болғанымен, оның қоректік және қаныққан май бар екенін ескеру керек. Сары майды ақылға қонымды мөлшерде қабылдау жүкті әйелдер үшін және лактация кезінде үйдің ең кішісі үшін өте қолайлы. Өйткені бұл бездердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Иммундық жүйені көтеру бұл белгілі бір жастағы зардап шегуге бейім. Сол сияқты сіз майдың негізінен май екенін білгеніңіз жөн, оны дұрыс мөлшерде қабылдаған жөн. Оны семіздікке шалдыққан адамдар қабылдамауы керек. Біз негізінен күнделікті сары май ішудің көптеген тәсілдері бар екенін ұмытпай, дұрыс тамақтануды, спортпен шұғылдануды және көп су ішуді өмірлік маңызды деп санаймыз. Құрметті көрермендер, видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.